Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алладан 3 нәрсені сұрадым дейді. Екеуісін берді, біреусін бербей қойды дейді. Сұрадым дейді, менің үмметімді еш қачан ашаршылық менен жоқ қылбаған деп сұрадым Алладан дейді. Алла Тағала берді дейді. Үмметімді еш қачан су менен қаптап жоқ қылбаған деп Алладан сұрадым дейді. Барыз білеміз да, Нұх пайғамбардың қауымын топан басқан, су басқан. Алла Тағала оны да маға берді дейді. Ислам үмметіне еш қачан су баспайды. Анда кейін сұрадым, менің үмметімдің орталарында шу араздашу, қапалашу болбай эле қойсыншы десем дейді, Алла Тағала аны бербей қойды дейді. Біз да өзіміз әрекет қылышымыз керек екен. Алла Тағала Құранда айтады, егер қаласа сендердің барыңарды бір үммет, бір жүректі қылып қояды дейді. Бірақ сендерді арқандай қылып, улу, урут, тілдері башқа қылып жаратты, бір-біріңермен танышу үшін, мәміле қылу үшін, жақсы жашау үшін дейді. Мына ошондуктан біз дайыма қолдан келгенше не қылышыбыз керек? Иман менен, пайғамбардың сүннеті менен ғана жашашыбыз керек. Бұл төменгі хадисте пайғамбарымыз айтады. Абу Хурайра айтады, бір күні бір киши келді дағы, пайғамбарымызға айтты дейді. О Алланың елшісі, менің жақын туғандарым бар. Алар менен мен мәміле қылам, алар менен мәміле қылбайды. Үзіп қойған мәмілесін. Ва усину илайхим ва юсиунани. Мен аларға жақсылық қылам, алар мага жамандық қылады. Аларға сабырдылық қылам, алар сабырсыздық қылып, надандық қылып, жаман мәміле қылады. Емне қылайын мен? Дегенде пайғамбарымыз айтады, ла ин кунта кама култ. Егер ушу сен айтқаның тура болса, факаанма тусиффухумул мал. Егер ошондай қылған болған болсаң, пайғамбарымыз салыштыру жағынан айтып атат, алардың ысық топырақты адам оозуна салу бұл қиын. Аларды азыркы учурда эле мына 50-60 градус ысык болуп атат. Ысык топырақты адамдын оозуна салуу кыйын экен да. Сен ошол ысык топырақты алардын ооздоруна салган сыяктуу болуп атасың, ошол жакшы мамилең менен деген сөз. Мындайча айтканда алар күнөөкөр болуп калып атат. Вала язалу мака миналлахи захирун. Егер сен шундай жакшылык кыла берсең, Алла Тааладан сага жардам боло берет, береке боло берет. Мадум таала залика, егер ушул ишиңди такай, ушул өзүң айткандай аткарган болсоң дейт. Мына ошондуктан биз эмне кылат экенбиз? Башкалар үзсө дагы үздүбү, мен үздүм. Кечирбейби, мен кечирбейм деген шариятта жок экен. Тескерисинче биз кечиримдүү болуш керек.